Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Спартак тортын дайындайтын боламыз. Уәде еткендей, бұл торттың дәмі өте ерекше әрі ауызда дәмі қалады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен торттың кремін дайындайтын боламыз. Бізге керегі сүт, шекер, жұмыртқа, ұн, ванилин және сары май. Сүттің үстіне шекер, ванилин, жұмыртқаны салып қозғаймыз. Және де осының үстіне ұнды салып, шақсылап, түйіршік болмайтындай етіп араластырып аламыз. Енді осыны отқа қойып, қою масса болғанша араластырамыз. Міндетті түрде қозғап тұрыңыздар, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Осының үстіне енді сары майды салып, толықтай суытамыз. Сонымен креміміз дайын. Ал енді қамырын дайындаймыз. Керекті заттарымыздың барлығын дайындап, сотейникке балды салып, отқа қайнағанша қозғап ұстаймыз. Осының үстіне шекерді салып, оны да жақсылап қозғап аламыз. Дәл осының үстіне ас содасын саламыз. Ол бізде көпіршіп, осы масса түсі өзгере бастайды. Қоңырқай түс болғанша отта ұстаймыз. Міндетті түрде жақсылап қозғап тұру қажет. Осындай түске ене бастағанда оттан аламыз және де бұны шамалы суытамыз, қамыр илейтін боламыз. Мінекей осындай карамельный түс болды. Осының үстіне май, жұмыртқа, какао, қопсытқыш, ұн салып қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Бұны илеп, шамалы тоңазытқышқа қойып демалттық. Енді осыны 8 бөлікке бөліп жаятын боламыз. Қамыр бізде өте жұмсақ, сондықтан астына пергамент қағазын төсеп жаятын боламыз. Өз қалауыңызша жайсаңыз болады. Мен 4 бұрыштетіп жайдым. Және осыны насаткамен бірден пісірмей тұрып шетін кесіп қойдым. Сонда піскен кезде алуға өте ыңғайлы болады. Қамырдың құрамында бал болғандықтан өте тез пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан қарап тұрыңыздар. Әркімнің пеші әртүрлі қызуы мүмкін. Мен 180-190 градуста 2-3 минутта пісіріп алдым. Ал енді торттың бетіне құятын шоколадный заливкамыз дайындаймыз. Бізге керегі сүт, сары май, шекер және какао. Осылардың барлығын бірге араластырып, водяной баняда толықтай ертіп алатын боламыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Ең астына кішкене кремді жағамыз. Біздің корждарымыз жылжып кетпес үшін. Осылай енді коржымызды қойып, үстіне кремді жағып, барлығын осылай торт жинайтын боламыз. Әр корждың арасына мен 2 қасықтан салдым кремді. Егерде кремдеріңіз көпте болса, одан да көпте салсаңыз болады.
Тортымыздың ең үстіне осылай шоколадный заливканы құйып шығамыз бір тегіс етіп. Бұл біздің тортымызды жұмсартады әрі өте ерекше дәм береді. Торттың үстіне мен шоколадты ұнтақтап сеуіп шықтым. Өз қалауыңызша әсемдесеңіз де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Менімен болғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Және де бұдан кейін де менімен бірге өте керемет рецептілерді тамашалаңыздар. Сіздермен болған рецептілер Розадан. Достар, сіздер менің арнамнан өте керемет торттардың, салаттардың, неше түрлі выпечкалардың және де бұдан кейін жазғы дәмді сусындардың рецептілерін алатын боласыздар. Сіздерді өз арнамда күтетін боламын.